Сәлеметсіздер, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Қазір мен Қазақстанда жұмыс жасап жатқан трансұлттық компаниялар туралы инфографиканы жасанды интеллектіні қолдана отырып сызуға тырысамын. Ол үшін Қазақстанда жұмыс жасап жатқан трансұлттық компаниялар туралы ақпаратты мен кесте түрінде Word документіне орналастырдым. Кесте түрінде орналастырған жағдайда бұл жасанды интеллект оқып, белгілі бір ақпараттарды қолдана отырып, инфографиканы орналастыру тиімділігі арта түседі. Қазір мен барлықтарыңызға белгілі жасанды интеллектінің сайтына кіремін. Сайтқа кірдім. Енді осы сайтқа және трансұлттық компаниялар туралы ақпаратты жүктеймін. Ақпарат жүктеліп жатыр. Енді осы чатқа қазір мен ақпаратты жіберемін. Енді не істеу керектігі туралы ChatGPT маған сұрақ қойып отыр. Мен Canva стилінде инфографика жасау деген батырманы таңдаймын. Примерно инфографика қандай стильде болатын туралы ChatGPT сіздерге примерно ақпаратты көрсетті. Енді команда берем. Әдемілеп постер түрінде инфографика салу. Енді примерно дизайн жасанды интеллект бізге сызып берді. Енді бұл жерде сұрақ қойып отыр. Егер сурет түрінде Canva стиліне дайын постер қажет болса, мен оны бірден жасап бере аламын. Мен иә жасаңыз деп команда берем. Міне, құрметті көрермендер, ChatGPT бізге Қазақстанға инвестиция салған ұйымдар мен компаниялар туралы ақпараттық инфографика құрастырып берді. Осы инфографиканы қазір біз жүктейміз. Және оны толық көреміз. Міне, осындай әдемі сапалы инфографиканы бізге салып берді. Тыңдағандарыңызға рахмет.